Ассалаумағалейкум, армысыздар. Құрметті Қызылорда халқының каналымыздың, арнамыздың көрермендері. Бүгін 13 мамыр 2025 жыл. Мен бүгін сөз ететін мәселе Қызылорда қаласында көтеріліп жатқан дарияның тартылуы, дарияға судың келмеуі, осындай егін басталатын алдында қаламызда дарияның суының таяздап кетуі жөнінде сөз қозғамақпыз. Алдыңғы 2024 жылы судың жақсы келді ол кезде, әрине. Ол кезде судың деңгейі көтерілген болатын. Қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Қазір жағалаудамын. Қарап отырсаңыздар, мына жақтар сол жақ жағалау, жаңадан салынып жатқан мөлтек аудан. Мына жақтар қала бет. Жаңа көпір. Дарияның суы әп-әжептәуір тартылғаны көрініп тұр. Осы дария біздің су тіршіліктің көзі дейді. Халқымыз айтады. Су болған жерде тіршілік болады. Осы мәселені қолға алып, осы дариямызды кеңейтіп, дариямызды тереңдетіп, осындай судың аз кезінде сол жұмыстарды жүргізіп берсе, халықтың игілігі үшін, болашақ ұрпақтар үшін. Біз қала тұрғыны ретінде осы дарияның таяздығына байланысты біз алаңдаймыз. Өйткені қаламыздың, Қызылордамыздан өтетін өзен, Сырдария өзені біздің мақтанышымыз. Мына жағында қарасаңыздар, судың таяздағаны көрінеді. Жалпы 2-3 метрге, 4 метрге таяздағаны көрінеді. Алдағы уақытта бұлардың барлығы орнына келетініне сенеміз. Себебі біздің дария жиегіне осындай кереметтей нысандар пайда болуда жаңадан. Осы 2025 жылы қаламызға Құдай қаласа бұйырса ұлттық құрылтай жүргелі жатыр. Келесі жылы, 2026 жылы президентіміз келе жатыр. Мынау жағалаудың мына жер таныстырып өтсең, велосипед жолағы мен және жаяу жүргіншілер жолақтары бар. Әдемі келтірген. Қала әкімдігіне, облыс басшыларына да рахмет. Осы халықтың игілігі үшін. Және бұл жерден түсетін кезде баспалдақ қарастырылған жаяу жүргіншілерге және мүмкіндігі шектеулі жандарға мынадай арбамен түсетін жер қарастырылған. Жол 4 жолақты. Бұйырса халықтың игілігіне жарай берсін. Сырдария өзеніміздің қайтадан толатынына сенеміз. Әсем бола берсін қаламыз. Келбеттене берсін қаламыз. Болашақты ұрпақтың, осы Қызылорданың көркейіп, Қазақстанның беделді қалаларын, миллион қалаларын бір болуына тілектеспіз. Және Сырдария өзені үшін де бізде уайымдаймыз. Қаншама шаруашылық болады су болса. Тектілеріміз осы. Қалада тұрғыны ретінде, қаланың жанашыр адамы ретінде. Бейне жазба соңында сіздерде каналымызға тіркеліп, бағалап, бөлісіп, пікір қалдырып, өзіңіздің жанашыр азамат ретінде өз позицияларыңызды, пікірлеріңізді жазып, тіркеліп кетсеңіздер өтініш. Сіздерге көптен көп рахмет.